Ертеде ешкі жүні бөрте деп, құрметті оқушылар, бүгін керемет ертегімізді бастаймыз. Ендеше бүгінгі ертегінің аты Шалқан. Ертеде бір атамыз өзінің егініне үлкен шалқан екті. Сөйтіп оны қарап, әдемілеп, суын құйып, күн бағысқа қаратып өсіртті. Bir күні қараса, таңертең тұрса, үйінің алдында үлкен шалқан өсіпті. Сөйтіп барып, қазір менің немерелерім, итім, күшігім қуанады деп жүгіріп шығып, сол шалқанды тартады екен. Тартса бұл деген бір тартады, екі тартады, тартылмайды. Сөйтіп, кемпір шақырады, әжеміз шақырады, әжеміз жүгіріп келеді. Мына шалқан шықпай жатыр, қалаш қандай үлкен болып өскен деп екеуі күштеп тартады, тағы тартылмайды. Әжесі немересін шақырады. Немересі қызым келе ғой, мына шалқанды шығарып алайық деп тартып шығара алмайды. Одан кейін немересі өзінің жақсы көретін күшігін шақырады. Күшігі төртеуін тартып жатыр, бір-екі деп шықпай жатыр. Одан кейін бесіншісі мысығы келеді. Мысығымен де тартыла, тағы шықпай жатады. Содан кейін мысығы тышқанды шақырып, бүкіл жанұя жануар, ата әже болып, шалқанды 1-2-3 шыға ғой шалқаным деп барлығы тартып шығарады екен. Міне осылай отбасы бақытты өмір сүреді екен. Бұл ертегінің мағынасы оқушылар күш бірлікте. Егер барлығыңыз бірге болсаңыз да, барлығы жақсы болады, алынбайтын қамал жоқ.